Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Менің сұрақтарыма жауап беріңіздер. Бірінші, мен жазған повест қалай аталады? Екінші, сын қимыл үстеуі қандай сұрақтарға жауап береді? Мысал келтір. Үшінші, мөлшер үстеуі қандай сұрақтарға жауап береді? Мысал келтір. Жауаптарыңызды күтемін. Сұрақтарға жауап бер. Майсалбек кімнің ұлы? Ол өз еркімен қайда кетті? Соғысқа дейін Майсалбек кім болғысы келген еді? Ол 1 сағаттан кейін қайда кетпекші? Майсалбек не себепті 1 сағаттан кейін жоқ боламын дейді? Майсалбек өлімін не себепті өмір үшін өлім деп атайды? Сұрақтарға жауап бер. Бірінші, Толғанай неге жер анаға сырын айтады? Екінші, мінәжат ету дегенді қалай түсінесің? Үшінші, Толғанай неге жер анаға мінәжат етеді? Төртінші, Толғанай жер анаға не туралы айтып берді?